достар, біз жаңағы жерден шықтық, пит-стоптан. Жолдар тар екен, узкие дороги. Мына жер вообще односторонний ғой деп. Үлкен машиналар өте көп, дальнобойщиктар. Жаңағы иттерді тамақтандырып, жолға шықтық. Сосисканы жеді, нан бергенбіз, нан жеген жоқ. Біз сосиска бердік те, арман қарай шықтық. Нан жеген жоқ, бісміллә деп. Надеюсь, басқаларын жейтін шығар. Құстарды тамақтандырды. Бөріктерді тамақтандырды. Өздері келіп сұрады жаңағына бізден сосиска. Сұрағансын бердік қой. Артынан жүреді. Артымыздан жүрді, тамақ сұраған сияқты болды. Біз тамақтандырдық, әрине енді тірі жан ғой. Тамақ ішкісі келеді. Сол айтқансын, осы жерде өте көп машиналар. Францияда сондай көп болған жоқ шығар, что-то. Мына жерден, наверное, логистика көп өтетін шығар, то есть осы трассадан. Видимо, не арқылы. Конкретно, Талдар қалай, күшті көп өскен. Таулардың үстінде. Ағаштар ма? Ағаштар. Бұнда жасыбайра, в основном ели, сосын олар. Сондай талдар емес осындағыдай. Осында сосын емес, мұнан... Жетпіс. Енді получается, қыз болғанда олар немене талдары барлығы түсе ме? Қыз болғанда ма? Сол түсу керек қой осы жерде. Не түсіп жатыр ғой. Күздеге осы жерде, скорее всего, түсіп, түсіп жатыр. Содан кейін голый таулар болады. Голый сондай. Солай шығар енді келесі жолы келгенде ала жаса қыста келіп көресің сол. Не хочу. Қыста лучше ыстық жерлерде. Болғандағыдай, Вадишахта, шыңында. Біз былтыр ақпан айында, Оманда болдық күшті. Бізде шыққанда қыста шықтық курткамен. Ана жаққа барғанда жаз 25 градус, 25. Оманда. Біздің осы каналда видеолар бар барлығы. Омандағы, достар. Көреміз десеңіздер. Жаңағыны 3 машинамен озып кетті, неменеге озып кетті. Бір жерге асықмасқан шығар. Мұндай қағазбен жауып қойдық күннің көзіне. Укрытие. Көйлекті кигізіп алып. Правда, үстінен бұлай жөнді түсіп тұрған жоқ. Не осындай? Үйлер ма? Біргелкі. Таулардың арасында. Өзен қасында, өйткені өзен олардың қасында. Прям талдың арасында. Прям сондай табиғат. В принципе, солай қарасақ, әр жерде таулардың арасында өзен өтіп жатыр. Біздің де Бұхарма жерлерде, Бұхтарминский водохранилище, Зайсан жерлерде таулардың арасында солай. Хотя біз сол жерде болған жоқпыз, бірақ картадан қарасақ, солай, дәл солай болады. Осы жерде де, әр жерде Пиренейский таулардың арасында, Альпі таулардың арасында солай өзендер ағып жатыр. Ол Алланың жаратқаны солай. Соның қасында үйлерді салып жатыр әрине кісілер. Өйткені біздің де халықтар өзеннің қасында жерде жайлау деген қыстау өмір сүрген. Павлодар өзеннің қасында, Қашыр ауданы, Тереңкөл ауданы, Железинка, Ертешті анау-мынау, Ақсу, Семей ауданы, Ушкамина-Горов барлығы өзеннің қасында. Осы жерде де солай. Табиғат ұқсайды, әр елде табиғат. Әр елде де, в принципе,
біркелкі бір целевое назначение деген. Иә. Просто андай құрылыстар әртүрлі болмаса, сооружениялар, иә. Әр жерде, әр неден немене бір жерден салынып жатады. Ана жерде де бір осындай бар екен, бірақ та істемейді ғой деп көрсін. Күннің көзі шығып тұр, жақсы, жаман. Жаңбырден гөрі, иә. Браты. Ірімшік қой, иә? Жолдар екен, прямо салынған, асфальт. Ана 3 машина менің отырған. Менен аса алыс кеткен жоқ. Неменеге озды, вообще түсінген жоқпын. Осындай кісілерді түсінбеймін. Хотя мен де сондай болам кейбір кезде. Ондай болмаңдар. Аспанды, бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Барлығына жетесіңдер. Мақал-мәтел болғанда тише, дальше будешь асыққан. Менің әкем айтқандай, тоже асыққан бірдеме. Күлкіге айналады сондай. Енді мен алдында жүр машина. Спортивный болып, мен түсінбеймін. Біздің көлікті. Ой, сол мен оларды мазақтай алмаймын. Жолдар болсын. Біздің бәріміздің, бүкіл елдеріміздің, бүкіл кісілеріміздің жолдары болсын. Әрқашан қай жерге барса да жол амандығын берсін, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгін 30 тамыз, айтқандай. 2023 жыл. Видео салған кезде қандай күн деп сұрасың? Иә. Сағат 13:34. Что-то уақыт что-то непонятно. Вообще сбилось. Бұл жерде 14:35. Жоқ, мында мен польский. Польский уақытымен. Кажется, здесь другое время. Здесь автоматом устраивается, а здесь конкретно польский. Мына жерде біз Польшаның уақытымен өлшемдеп айттық, 1 сағатқа түсінбедім тоже, 1 сағатқа разница болды да арасында. Польшада 4, а Турцияда 3 разница. Но мына жерде 1 сағат қой разница. Ну вот, как раз. Туда, кажется, подожди. Да. Здесь 13:35, а Румынияда 14:35. 1 сағат разница. Это меняется. Да, Турцияда 3 сағат разница. А в основном Европаның елдерінде вот тоже 4 сағат разница. Польшада, Францияда, Италияда, Испанияда 4 сағат разница. Сол? А осы жерде, значит, 3 сағат разница. Пока видео туда тұрайын. Все. Достар, келесі видеоға дейін. Үлкен машиналар өтеді. Не жерде өзен көрсетейін. Байқа жолға қарай. Әдемі табиғат әрине. Жол достар, келесі видеоға дейін. Біз жолда мұқият болайық. Алда әлі видеолар болады. Бізбен бірге болыңыздар.